Баршаңызға қайырлы күн достар, қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Оразаның 5-ші күніне арналған ас мәзірін ұсынамын. Ең алдымен француздардың өте дәмді болып шығатын киш пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге оның үстіне маргаринді салып, барын үгітіп алып, бірден жұмыртқамызды жарып, және қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды біраз тұндырып қоямыз. Осы кезде салмасын дайындаймыз. Біз пияздың үстіне ас көкті ұсақтап тұрылған тауық етін, және де консервіленген жүгерінің жартысын, және де ірімшігіміздің 40%-дай саламыз, және де үстіне құймағын дайындаймыз. Жұмыртқаның үстіне ұнды, қаймақты сал барлығын жастырып араластырамыз. Енді осы құймағымызды салмамыздың үстіне құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, және де бұл жерде дәміне қарай тұзыңызды қара бұрыш салсаңыздар болады. Енді тұндырып болған қамырымызды алып, қамырымызды жаямыз. Бұл жерде қамырды бөлмейміз, бірден үлкен етіп формамыздың пішініне келтіреміз. Менде 4 бұрышты форма үлкен, 20-30 диаметрі. Енді осыған мен жайып алдым, астына пергамент қағазын төседім. Үстіне салмамын саламыз. Салмамыз жан-жағына жайып шығамыз. Және де бұл жерде мен алдына қайнатып алған брокколиді салдым. Осылай үстіне қойып шығамыз. Және де ірімшігімізді сеуіп шығамыз бетіне. Міндетті түрде брокколиді суға бір қайнатып алыңыздар. Ірімшігін сеуіп болғаннан кейін үстіне черри помидорын салып шығамыз осылай. Черри помидор болмаса, үлкен помидорды қол ұсақтап тұрып пайдалансаңыздар да болады. Енді үстіне қалған консервіленген жүгерімізді бетіне сеуіп шығамыз. Барын осын істеп болғаннан кейін пирогымыздың шеттерін түйіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ал енді ыстық тағамымызды дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, баржы 30 минутта дайын болатын тағам дайындаймыз. Ең алдымен ол үшін бізге дәл осы формамыздың азын майлап жеріп, үстіне кез келген өзіңіздің макаронын саласыздар, және ұсақтап тұрған тауық етін саламыз. Консервіленген жүгерімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы кезде құймағын дайындаймыз. Бір дана жұмыртқамызды жарып, екінші дананы жұмыртқа жарамыз. Сүтімізді құямыз. Суымызды құямыз үстіне. Дәміне қарай қара бұрышты, тұзды салуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы құймағымызды макарон үстіне солай құйып шығамыз. Жан-жағының бәрі бірдей құйылуы керек. Құйып болғаннан кейін ең соңында бетіне ірімшігімізді сеуіп шығамыз. Ірімшігімізді сеуіп болғаннан кейін тамағымыздың бетін фольгамен жауып, духовкаға 40-50 минуттай қойып қоясыздар. Міндетті түрде фольгамен жабыңыздар, әйтпесе сырыңыз қатты күйіп кетуі мүмкін. Яғни қатты қызыл рең беріп күйіп кетуі мүмкін. Фольгамен жауып, қызып тұрған пешке жібереміз. Кейін біраз уақыты 40 минуттай өткеннен кейін фольгамызды алып тастап, міне қараңыздар, бізден фольганың көмегімен біздің ірімшігіміз күйген жоқ. Енді сәл осыған қызыл рең беру үшін тағы да духовкаға 10 минуттай ұстаймыз. Міне осымен асымыз дайын, өте дәмді, тойымды болып шығатын тағамның бірі. Уақытыңызды көп алмайды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ал енді біз тәтті тағам дайындаймыз. Дастарханның кез келген дастарханның көркін ашатын осылай түрлі түсті вафлилер дайындаймыз. Ол үшін бізге ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып, жұмыртқамыз ағарғанға дейін, некесі оғанға дейін араластыруымыз қажет. Яғни миксерлеуіміз қажет. Массамыз міндетті түрде ағару керек.
Осылай ағарғаннан кейін үстіне аздан ұн салып, осылай ұн саламыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер. Осылай мінекей ұнды аздан салып отырамыз. Бір жағынан массамызда бірден түсіп кетпейтін болады. Ұнымызды салып болғаннан кейін ерітілген маргаринімізді үстіне құямыз. Тағы да жақсылап миксерлеп араластырып жібереміз. Осымен қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды әртүрлі түске бояу мен 3 бөлікке боядым. Сіздер қалауынша, сіздерге қандай түс бар, сонша бөлікке бөлсеңіздер болады. Бірінші сары түсті құямыз. Мен бұл жерде гелевый краситель қолданамын. Екіншіне жасыл түсті қолдандым. Әр қайсысын бөлек-бөлек қасықпен араластырған жөн. Және үшіншісімен де құрғақ краситель. Яғни сіз бұл жерде құрғақты қолдансаңыздар болады, не болмаса гелевый қолдансаңыздар да болады. Ешқандай айырмашылық жоқ қамырға. Енді осыны қызып тұрған вафлимізде дәл осы видеода пісіріп алып, осылай айналдырып шығамыз. Міндетті түрде ыстық күйінде орап алыңыздар. Әйтпесе кейін вафлиміз сынғыш болғаннан кейін ешқандай да оралмай қалады. Гүл тәріздес етіп осылай орап шығамыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, кез келген дастархан сәнін алады. Түрі түсті болғаннан кейін көздің жауын алады. Ал енді соңғы салатымызды дайындаймыз. Ол үшін алдымен осылай баклажанымызды алып турап аламыз. Ірілеу тураймыз, тым майда ұсақтамаңыздар. Баклажанымызды қуырып болғаннан кейін ыдысымызға салып, үстіне крахмалмен салып жақсылап араластырып жібереміз. Баклажанымызды араластырып болғаннан кейін біз қазанағымызды тураймыз. Дәл видеодағыдай етіп ірілеу турап шығамыз. Қазанағымызды турап болғаннан кейін баклажанымызды қызып тұрған майда қызарғанға дейін қуырып шығамыз. Крахмалдың арқасында баклажандарымыз қытырлақ болып шығады. Яғни бір сөзбен айтқанда хрустящий баклажандар болып шығады. Қызарғаннан кейін баклажандарын сүзіп аламыз. Кейіннен пиязымызды тураймыз. Оны да отқа бір қуырып аламыз. Аздап үстіне қызыл бұрыш салып жүрсеңіздер болады. Дәмін келтіру үшін, ащылау дәмін келтіру үшін. Пиязымызды қуырып болғаннан кейін салатымызды жинай берсек болады. Табамызға баклажанды, қызанақты, кейін пиязымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге осы видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда мен сіздермен оразаның 6-7 барлық 30 күніне арналған күнделікті ас мәзірімен бөлісіп тұратын боламын. Пияздың үстіме аздап соя тұздығын құйып жібердім. Енді барын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.